Ресейдің санкцияларды айналып өткісі келетін айласы Қазақстанды жарға жықпай ма? Біз бұл мәселе не үшін көтеріп отырмыз? Осыдан бір апта бұрын Украинаның саясаткері Дмитрий Геращенко деген кісі журналист Гордонға берген сұхбатында Ресей Қазақстан арқылы санкцияларды айналып өтіп жатқанын мәлім етті. Нақты сөзін тыңдап көрейік, ол былай дейді. То санкции не действуют в той мере, в которой должны быть действовать. Например, русские предприятия массово регистрируются в Казахстане, открывают там юридические лица казахские или находят казахских партнеров. Из Европы покупают все, что им запрещено, на казахские компании. Дальше фуры с казахскими номерами везут все это из Европы в Беларусь и в Россию. И поэтому никакие санкции особо не действуют. Өздеріңіз естіп білгендей, ресейліктер, орыс кәсіпкерлері Қазақстанға келеді, осы жаққа заңды тұлға ретінде тіркеледі, немесе қазақтардың ішінен серіктес тауып алады. Содан кейін Ресейге кіруге тыйым салынған тауарлардың бәрін алады да Қазақстан арқылы тапсырыс беріп Ресейге кіргізіп жатыр дейді. Енді бұл ақпаратты шынайы тексеру керек негізі, бірақ мен өзімде осыдан бір 15 шақты күн бұрын ғой деймін, көргем, бәсе каналында жарияланды ғой деймін, Ресей және Беларусьтен келген фураларға Қазақстанның нөмірі тағылып жатыр дегендей бір ақпарат тарады ғой деймін. Қателесуім мүмкін, бірақ сол кезде күмәнданып қалғам, рас ол неге олай деп. Енді біз бұл сұрақты ұлттық экономика министріне қойдық, Әлбек Қуантыровқа. Ол кісі бүгін Сенатқа келді. Енді сол кісіні тыңдап көрейік, ол былай дейді. Еуропа мен ақш-тың тауарларын кіргізбейді ғой Ресейге. Олар Қазақстан арқылы тапсырыс береді, осы жақтағы иін арқылы алады. Содан кейін осының бәрі былайша айтқанда санкция не действует дейді, осының салдарынан. Бұл біздің ұлттық экономикамызға қауіпті емес, өйткені біз санкцияға біз ілініп қалмаймыз ба? Қараңыз, санкцияға түсетін бірінші тауарлар бар, оның тізімі бар. Осы тізімдерден сол тауардың алмастыруға болмайды. Жалпы басқалар болады. Ол деген сауда ғой, біз Ресеймен саудамен боламыз, себебі ол география, экономикалық одақ, экономика, өте байланысты экономикалық, ең ұзақ шекарамыз бар, жер шекарамыз. Сол себептен бұл сауда әрі қарай жалғастырылады. Бұл бағытта, яғни біз санкцияға ұшырау қаупі жоқ деп ойлайсыз ғой, мысалы тауар алмасу жағынан, олар Қазақстан арқылы тауарын алған кезде. Сізге айтып отырмын, санкцияның астына түсетін тауарлар болса, әрине ондай әсері болуы мүмкін. Бірақ санкциялар тізімде болмаса, әрине онымен табуға болады. Ал әзірге санкцияға ілінген тауарлар ол Қазақстан арқылы тасымалданып жатқан жоқ, иә? Әрине. Жақсы, рахмет. Украина саясаткері әрине қателесуі мүмкін, Геращенко, ол айтады, санкцияға ілінген тауарлар Қазақстан арқылы жеткізіліп жатыр деп. Бірақ біздің министр, ұлттық экономика министрі олай емес, тізімге санкцияға енгізілген тауарларды біз Ресейге өзіміз арқылы кіргізбейміз деп отыр. Енді оның ақ-қарасын әлі уақыт көрсетеді деген ойдамыз. Әрине Ресейдің санкцияларды Қазақстан арқылы айналып өткісі келетін айла шарғысына, әдісіне жол берілмеу керек деп есептейміз. Өйткені мұндай жағдайда Қазақстан да өзі күндердің күнде санкцияларға ілініп қалуы мүмкін. Ондай бізде сигналдар жоқ емес, бар. Шын айтқанда Ресей көрші елге соғыс ашқанда халықаралық шарттарды бұзды. Көрші елдің аумақтық тұтастығына нұқсан келтірді. Қаншама сәби, қаншама әскерилер, қаншама халық қырылып жатыр осындай мысалы еш мағынасыз соғыстың салдарынан. Енді оның салдары шын айтқанда айналып келіп Қазақстанға да тікелей әсер етпесе де экономикалық әсерін тигізіп жатыр. Өйткені біз Ресей мен Еуразиялық экономикалық одақтамыз. Ресейде экономика нашар болса, Қазақстанда одан зардап шегеді. Енді мұндай жағдайда әрине ақылдаспай көрші елдермен бір жақты шешім шығарып, өзінің мысалы басқыншылық саясатын жүргізетін елге енді санкцияларды айналып өтуге көмектесу, ол енді дұрыс болмайды деген ойдамын. Оны Қазақстан билігіндегі азаматтар да түсінетін шығар. Екіншіден, осыдан бірнеше уақыт бұрын президент әкімшілігі басшысының орынбасары Сүлейменов айтқан, Қазақстан Ресейге салынған санкцияларды сақтайды. Яғни сөз солай айтылды. Істе соған сай келетін шығар деген үміттеміз. Бүгінше осы. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.